сәлеметсіз бе? Менің атым Ерболов Әділ. Мен Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің оқушысымын. Менің жобам ол күн батареясы бар шахмат тақтасын жасау. Осы жұмыстың мақсаты ол күн батареясы бар шахмат тақтасын жүзеге асыру, жұмысты орындау барысында оқушылардың зияткерлік, шығармашылық және техникалық қабілеттердің дамуына ықпал ету. Күн панельдері технологиясын, электроэнергиясын беру және сақтау жүйесін автоматтандыру қажет болатын әртүрлі салаларда кеңінен қолдануға болады. Шахмат ойнаған кезде зарядтағышты пайдаланып, телефонды немесе кез келген басқа құрылғыны зарядтауға болады. Сонымен қатар шахмат ойнаған кезде қолданылатын сағаттар үшін қуат көзі ретінде пайдалануға болады. Бұл шахмат тақтасы сыртқы қуат көздерін пайдаланбайды, бірақ күн панельдерінен заряд табады және оны батареяларда сақтайды. Міне, бұл ерекшеліктер зерттеу жұмысының өзектілігі болып табылады. Осы жобаның идеясы маған шахмат турнирде ойнаған кезде келді. Осы тақтаның маңыздылығы ол күн панелі арқылы телефонды зарядтау. Ол маңызды, өйткені шахмат турнирлер өте көп уақыт алады. Олар мысалы таңертеңнен кешке дейін созылуы мүмкін. Осы кезде ойыншының телефоны отырып қалуы мүмкін. Ал телефон біздің өмірімізде өте маңызды рөл атқарады. Болашақта мен осы күн панельдері арқылы осы сағатты қуаттап шахмат ойынын толықтай автономды еткім келеді. Енді осы тақтаның жұмыс істеу принципі. Мысалы, осы тақта күннің көзінде тұр дейік. Енді күн осы күн панельдеріне түсіп, осы панельдердегі фотоэлементтер электрон бөледі. Сол электрондар осы сым арқылы батареяға барып, онда жинақталады. Сосын осы пауэрбанктың платасынан мысалы USB тығып телефонды зарядтауға болады.